өнерге ана еңбек қылып нақты отбасылық тойды ұйымдастырып жатырмыз. Қош келдіңіздер. Отбасы. Мен сендерге мына жұмыс тобына байланысты шұлық тоқиын деп отырмын. Қолым бос уақыттарда балаларыма осындай тоқыма тоқимын. Мына балам ұят дайын болды. Енді далаға шығарып, құстар жеп жатыр, хабар талға жейміз. Ал қызым, бүгін дүниетті қалай басуды саған үйретемін. Сабақ. Біздің жасаған текеметте бейнеленген қастабан оюы. Ассалаумағалейкум, құрметті жолдастар. Мен Мұхат Төлеген Залтбекұлы, руым сәбішін ішінде өмірмен. Мынау менің әулетім, келінім Әлия, қызым Жанару, немерем мынау Ернияз. Мынау атаңның бәкісі болады бала. Мынау бұлай болады. Мынаны ұста, қамшының басын. Мына таспаны бүйтіп тіреміз. Қарап отыр атаңа. Тартып отыр. Өстіп таспаны тіліп, мынаны 8 өрімге бөліп аламыз. Мына атаңның үйретіп, істеп атқанын бәрін мұқият көріп, мұқият бәрін үйреніп алып. Тайға барып шапқылаймын. Иә балам, иә. Ертең үйірден барып тайыңды ұстап, соған өзіңді мінгіземіз. Анашы, не істеп жатсыз? Қызыма бүгін үйге қонақтар келеді. Кешкі асқа 5 салмаққа қамыр идеп жатырмын. Келе ғой қызым, көре ғой. Бірінші тұз себеміз. Кішкене суымызды құйып, қамырымызды келе ғой. Қамырымыздың иі қанғанша 5-10 минут қойып қоямыз, иә қызым? Иі қанғаннан кейін қамырымызды жаямыз, басып қолмен.